Жақсы адамның артында жақсы іс қалады. Өзі көз алдымыздан кеткенімен, өнегелісі көңілде сақталып, өмірдің әр сәттерінде санада жаңғырып, оның артына қалдырған жақсы істерін әңгімелегенде, есімін үлкен құрметпен еске алып жатамыз. Сондай халқына қадірлі адам Қалкен Мәкенбайұлы еді. Шыр етіп жерге түскен соң, жұмырбасты пенде қарттық ауылына қарай жол тартады. Ол ауылға барар жол үш түрлі. Біреулер қарттық ауылына балалық жолмен, енді біреулер шалалық жолмен жетіп жатады. Ал үшінші жол, даналық жолмен қарттық ауылына жету таңдаулы әрі санаулы адамдардың пешенесіне жазылады екен деген көнеден жеткен есті сөз бар ғой. Қалкен Мәкенбайұлы қарттық ауылына даналық жолымен жеткен таңдаулы әрі санаулылардың қатарынан болатын. Мәуелі бәйтеректей саялы, арналы өзендей ағысты, жанынан жақсылықтың сәулесі тарап тұратын Қалкен Мәкенбайұлы 1924 жылдың 20 тамызында Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Қызыларай кеңшарында дүниеге келген. Мектеп бітірген соң Қарқаралы педагогтық техникумына оқуға түсіп, Могилевский, Ясиневский сияқты саяси көзқарастар үшін қуғын көрген профессорлардан дәріс тыңдайды. 1922 жылы Әлімхан Ермековтің ат салысуымен ашылған аталмыш техникумды 1941 жылы бітірді. Осы кезде ол алаш арыстары атанған Әлихан Бөкейханов, Әлімхан Ермеков, Жақып Ақбаев сынды ұлт жанашырларының идеяларымен, бағдарламаларымен атқарған абыройлы істермен танысып өседі. Ұлы Отан соғысы басталған жылы 17 жасар Қалкен Мәкенбайұлы 8 ай Ташкенттегі әскери пулемет-миномет училищесінде оқып, тәжірибе сынақтан өтеді. 1942 жылдың тамыз айында Майдан даласына аттанады. Сталининград майданына түскен ол алғашқы ұрысқа 1942 жылдың 3 қыркүйегінде кіреді. 64 армия, 169 атқыштар дивизиясы, 434 атқыштар полкінің 1 батальон құрамында пулемет взводының командирі болады. Сталининград қаласын қорғау үшін кескілескен шайқастың ортасында болған Қалкен атамыз 1942 жылдың 22 желтоқсанында ауыр жарақат алып госпитальге түседі. 1943 жылы елге оралады. Майданнан қайтқан жаралы жауынгер тылдағы еңбекке араласады. Сол жылы Қызыларай елді мекеніндегі мектепке директор болып орналасып, осы қызметті 7 жыл бойы атқарады. 1960 жылы Алматы жоғары партия мектебін бітіріп, 1960-1970 жылдар аралығында комсомол, партия кеңес жұмыстарының жауапты буындарында қызмет етіп шыңдалады. 1973 жылы Жезқазған облысы құрылып, білікті басшы ұйымдастырушылар қажеттілігі туындаған кезде партияның орталық комитеті Қалкен Мәкенбайұлын Жезқазған қаласына жіберді. 1973 жылдың наурызында жаңадан құрылған Жезқазған облыстық мәдениет басқармасының бастығы болып тағайындалады. Аталған қызметті Қалкен Мәкенбайұлы 1986 жылға дейін атқарды. Осы жылдарда облыстық партия және облыстық атқару комитеті қолдауымен облыстық мәдениет басқармасының жетекшілігімен мәдени-рухани салада айтулы істер атқарылды. 1973 жылдың тамыз айында Сәтбаев қаласында мәдени-ағарту училищесі ашылса, 1980 жылы Жезқазған қаласында музыкалық училище өз жұмысын бастады. Облыс бойынша 150-ден астам кітапхана мен клуб ашылып, халыққа қызмет көрсете бастады. Облыстық қуыршақ театры ашылып, облыстық шығармашылық үйі жұмыс істей бастады. Барлық қалалар мен аудандарда мәдени демалыс бақтары, аттракциондар іске қосылды. 1974 жылы облыстық филармония құрылды. Жезқазған мен Ақтоғай ауданының орталығында тарихи мұражай, Балқаш қаласында этнографиялық мұражай іске қосылды. 3 облыстық кітапхана ашылды. Республика бойынша тұңғыш рет кітапхана жүйесін орталықтандыру тәжірибесі сынақ өткізіліп, тың бастаманың қорытынды нәтижелері тәжірибесі басқа республикаларға насихатталды. Облыс бойынша мәдени-рухани қызмет сапасы артып, осы саланың материалдық техникалық базасы нығайды. Атқарылған осындай игі істердің нәтижесінде өнер ұжымдарының жұмысы да жанданды. 1974 жылы Ұлытау этнографиялық фольклорлық ансамблі құрылды. Осы жылы республикалық комсомолдар съезінде алғаш өнер көрсеткен ансамбль кейін 1974 жылы Мәскеуде, 1975 жылы Германияда, 1976 жылы ФРГ-да,
1977 жылы Вильнюста, 1979 жылы Испанияда, 1980 жылы Мәскеу Олимпиадасы төрінде және 1981 жылы Грузияда өнер көрсетті. Даңқты ансамбльдің ізін басқан облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен Ұлытау ауданында Таугүлі, Жезді ауданында Жезді жұлдыздары, Ақтоғай ауданында Тоқырауын толқындар ансамбльдері құрылды. 1986 жылы Қалкен Мәкенбайұлы республикалық дәрежедегі дербес зейнеткерлікке шықты. Зейнет демалысында жүрсе де қоғамдық жұмыстардан қол үзген жоқ. 1992-1997 жылдар аралығында Жезқазған әкімі жанындағы алқа мүшесі, облыстық ақсақалдар алқасының төрағасы, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы болды. 1997 жылдан кейін Жезқазған аймақтық ардагерлер кеңесінің төрағасы, Қарағанды облыстық соғыс және еңбек ардагерлері кеңесі төрағасының орынбасары болды. Республикалық ардагерлер кеңесінің мүшесі болып сайланды. 2005 жылы ұлы жеңістің 50 жылдығына орай Мәскеу қаласында өткен жеңіс шеруіне қатысты. Асылы Қалкен Мәкенбайұлын айналасына шуақ нұрын төгіп отырған Алып Бәйтерек сынды азамат десе де болады. Қалкен Мәкенбайұлы отбасының берекесі болған сүйікті серігі Лиза Аханқызымен бақытты ғұмыр кешті. Айгүл, Талғат, Алма, Асхат, Шәрбат, Гүлбақыт атты 6 баласының барлығы әртүрлі жауапты салада еңбек етеді. Елінің ертеңі үшін аянбай тер төккен Қалкен Мәкенбайұлының еңбегі көзі тірісінде бағаланып бақты. Майдангер Қалкен Мәкенбайұлы ерлік үшін медалімен, бірінші, екінші дәрежелі отан соғыс ордендерімен, 1941-45 жылдардағы ұлы отан соғысында Германияны жеңген үшін және тағы да басқа медальдармен марапатталды. Тәуелсіз Қазақстанның отан орденін кеудесіне тақты. Қазақстан Республикасы мәдениетінің еңбек сіңірген қайраткері, Жезқазған қаласының, Ұлытау, Ақтоғай аудандарының құрметті азамат атанды. Ең бастысы, ол оны білетіндердің көңілінде ел мүддесін ойлайтын дария кеуде тау мүсін ақылгөй ақсақал ретінде сақталып қалды. Арамызда жүргенде Қалкен Мәкенбайұлы жан-жағына сәуле шашып тұратын сияқты еді. Енді оны есімізге алғанда көңілге жылы бір шуақ тарайтын сияқты.